Құрметті достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі bizim каналда қонағымыз Зейнеп, өзі деген қазақ келіні болып есептеледі, бірақ түрік қыз, қазақша өте жақсы сөйлейді. Мен өзін интернеттен тауып алдым. Бүгін үйіне қонаққа келдім және кейбір сұрақтар дайындадым оған. Зейнеп, қазақша үйренуді қалай бастадың? Сәлеметсіз бе, алдымен. Қазақша үйрену үшін, қазақшаға қалай қызықтым, соны айтайын бірінші. Алдымен мен bir түс көрдім. Түсімде Қазақстанның туы, үлкен туу. Сол туды бір биік жолдың басында тұр. Соған қарай бара жатырмын. Сосын кейін, ол туды көргеннен кейін мен интернет арқылы іздестірдім. Қай елдің туы деп. Сосын Қазақстан екенін білдім. Сосын Қазақстанның өлеңдерін тыңдап бастадым. Алдымен қайраттасын ол сен емес деген өлеңін тыңдадым. Алғашқы тыңдаған енім сол. Өте жақсы бір өлең. Бір мезгіл қатты модада болды. Сол. Соны тыңдағаннан кейін Фейсбуктан достар таптым өзіме. Дос таптым. Достар арқылы кішкене үйрендім қазақша. Олар маған кирилл алфавитін үйретті. Ол кезде мен дәптерге жазып жаттап алдым бүкіл әріптерді. Оларға да ұнаған болар да, бір кісінің өзінің тілін үйренгісі келіп тұрғандар. Сол көмектесті олар маған, түркше білетін қазақтар болды. Содан кейін ақырындап бастадым сөйлеуге. Қанша уақыт алды түркше үйрену? Неше ай, неше жыл? 2 айда қазақша үйрендім. Кішкене бастадым деп айтайын. Толықтай сөйлей алмадым әрине. Бірақ түсініп, кішкене сөйлеп бастадым 2 айдан кейін. Онда бір кісі тіл үйренгісі келсе, 2 ай уақытта үйренуге болады. Әрине үйренуге болады. Тіпті 1 айда да үйренуге болады ғой. Қазақстанда қанша уақыт тұрдың? Қазақстанда мен 2,5 жыл тұрдым, Астанада. Саған не ұнады және не ұнаған жоқ? Қазақстанда маған қазақтардың тойлары ұнады. Тойлардағы дастархандағы тамақтар, сосын ол тамақтарды сосын ең соң той біткеннен кейін қонақтарға сарқыт ретінде берілгені ұнады. Өйткені ол не болмайды ғой, ысырап болмайды деген сөз. Бостан босқа қалмайды тамақтарына. Түріктердің тойында тамада деген нәрсе жоқ, ойын жоқ, през ештеңе жоқ. Жай біле-біле сосын үйге қайтады дейді. Столдарында да кейде көбінесе тамақ болмайды, тек қана торт болады да? Торт мен бір сок болды, келіп барында. Солай бізде. Ұнамаған? Ұнамағаны кейбір қазақтардың тек қана орысша сөйлеген ұнаған жоқ. Өйткені маған сенеге орысша білмейсің деп ұрысты ғой. Қазақ қой өзі мысалы. Ол маған ұнаған жоқ. Онда ол қазаққа орыс тілі қатты ұнайтын болып тұр ғой. Енді мен мысалы Атыраудан келдім, бірақ Атырау қаласында көп орысша сөйлегенмен, қазақша да көп сөйлейді. Алматы және Астана жағында үлкен қалаларда мүлдем орысша сөйлейді демекке кісілер. Бірақ біз бұл жақта көп қалып қойғасын, жарты сөзіміз түрікше, кейбір қазақша кішкене араласуы мүмкін. Келесі сұрағым, қазақ жігітке тұрмысқа шығып келін болған қандай екен, біздің көрермендерімізбен бөліс. Жақсы сұрақ. Қазақ жігіттері маған жалпы ұнайды. Өйткені біздің жігіттерге қарағанда адал. Әрине мен біздің жігіттердің бәрі алдайды деп айта алмаймын. Жақсысы жаманы бар ғой. Бірақ қазақ жігіттері жалпы ұнайды маған. Олардың қыздарға, келіншектерге қарым-қатынасы, көзқарасы ұнайды. Бірақ әрине мен мұны Қазақстанда барғаннан кейін көрдім ғой. Бірақ менің күйеуім жақсы кісі, өте жақсы кісі болған соң ғашық болып қалдым. Келін болу жағынан? Келін болу. Қазақстанның келіні және Түркия қаласының келіні болған? Түркияның келіні болған оңайырақ әрине. Қазақта өйткені салт дәстүр бөлек қой. Бізде салт дәстүрді қазір көп ұстамайды көбісі. Сосын бізде ене мен келін бірге тамақ істейді, бірге үй жинайды дегенде. Олар айырмашылық жоқ. Сол Түркияның енелері сол келіндермен бірге
көмектесет да. Колдап турат. Мен инемін жасамаймын деген сөз жоқ. Бірақ әрине мен Қазақстанда олай емес пе бірақ? Я, олай емес. Бірақ мен көп жатырғаған жоқпын, өйткені мен шығыс жақтың баласымын. Көп жатырғаған жоқпын. Шығыс жақта деген сонда кісілер көп жұмыс жасай ма? Иә. Ол соның себебінен жатырқаған жоқсың. Иә, солай. Біздің салт дәстүрлерді. Тез үйрендім. Қазақ тамақтары пісіре аласың ба? Я, қазақша тамақтар пісіре аламын. Ең көп мантыны жақсы көремін. Сосын салаттары бәрін жасап үйрендім. Бәрін үйрендім. Я, өзім жасай аламын, жақсы көремін. Қазы Я, ат еті де жеймін, мысалы бізде ат етін жемейді ғой. Ал мен жеймін, жақсы көремін. Қымызды да жақсы көремін. YouTube каналың бар деп білеміз. YouTube каналын қалай бастадың? YouTube'қа бастағанда алғашқы мен Қазақстанда жүргенде бастадым. Басқа ютуберлардан көріп, мен де Қазақстанды танытайын деп бастағанмын. Бірақ сосын бала туғаннан кейін қалды да. Балам туды, өсті, Түркияға қайттық. Түркияға қайттаннан кейін тағы да видео түсірге бастадым. Осы жолы күшті болды, өйткені көрермендерім көбейіп кетті, каналым дамып кетті. Не туралы видеолар түсіресің? Ең көп реакция түсірем. Реакция видеосында бір өлеңді ашсыздар, өлеңді тыңдап, клипін қарап, сол өлең клип жайлы пікір айтамыз. Түркше тілі де үйретесің де каналыңда? Я, түрк тілінде үйретемін ақырындап. Влогтар да бар. Түркше қалай шай қайнатамыз достар, түркше тілін қалай үйренеміз. Зейнептің каналының линкіні осы каналдың видеоның астына тастап кетеміз. Каналына деген тегін подписка жасаңыз. Егер подписка жасаңыз, оның видеосынан Егер подписка жасаңыз каналына, онда оның видеоларына ең бірінші сіздің хабарыңыз болады. Сонымен қатар өзі тілді үйренген кісі болғасын, ең түркшені жақсы үйрететін өзі болады деп ойлаймын мен. İnşallah. Қолымнан келгенше үйретемін. Рахмет көргендеріңізге. Бүгінгі видеомыз осы. Зейнепке бүгінгі сұхбат үшін көп рахмет. Мен рахмет айтамын. Алдағы уақытта әлі көп бірге видео түсіріп тұрамыз, сіздермен бөлісіп тұрамыз. Сау болыңыз, каналымызға жазылыңыз. Mantı. Sosun ет асқанды